Айтайын мен аңызды, тарихта қалған қызықты, өтініп сұраймын баршаңды, мұқият көңіл бөлуді. Сүрімді өмір Қытайда Гүлзат деген қазақ қыз. Кезігіпті жолында әлемдік компания Infinitus. Көңілі толып, жаратып, дәрілерін қолданып, кірісті ол жұмысқа ақ көңілмен ұнатып. Гүлзат ханым. Көшіп келіп Қытайдан тастамады жұмысын. Керісінше ол қайтадан үлкейтті командасын. Қосынкүлді шақырып, кілемдермен майлапты. Дәрі ішкізіп, жасартып, сөйтіп оны байлапты. Тұрмай қойыңыздар, бірақ қолдарыңызды көтеріп сілтеп қойсаңыздар болады. Қосынкүлің ұйықтамай шақырыпты қыздарын. Сәулесі бар, Нұрзия, қосыпты Жазирасын. Әдет доктор тағы бар, Қосынкүлге ілескен. Әлімжан мырза қосылды, келе жатыр жеңіспен. Нұрзияда қалмапты, офисын ашып ап. Бұлбұл хан мен Амангүл табылыпты қасынан. Амангүл ханым, тұрып, қолдарыңыз көтеріп қойыңыздар. Сөйтіп жүріп бір күні сабаққа Гүлзат барады. Кезігіпті сол жерде Сара деген апаны. Сара Үлгерместен танысып, ұнатыпты апайды. Сыйлық беріп, шақырып, сөйтіп, оны да ұстайды. Сара апайда бір күні апарыпты қыздарын. Гүлзат бенен таныстырып, көрсетіпті заттарын. Гүлназ бенен Ақжолтай, ол қыздарын аттары. Көрейік деп алыпты, оларда бір заттарын. Үйлерінде қолданып, көңілдері толғандай. Не істейміз деп ойланып, сөйтіп жүрді байланбай. Көріпті бір күн түсінде Гүлзатты Гүлназ анықтай. Көрініпті сол кезде офисын беріп жатқандай. Түсін айтып таңғалып бөлседі. Ақжолтай сонда бет бұрып, көнеді олда баруға. Гүлзат көріп оларды бар өнерін салады. Маркетингті көрсетіп, екеуінде байлады. Ол арада Сарапай шақырады біраз адам. Сұлу қыздар ұстапты, қарлығаш пен шынардай. Сөйтіп жүріп Гүлназды шақырады Майраны. Диагностика жасап Гүлзатта Майра қызды байлады. Ал Ақжолтай болсашы, шақырады әпкесін. Болар ма деп қолдаушы, толтырса деп бутигін. Мен Сәулеге айтқан бутигіңе товар қойып сат деп. Сәуле ханым. Сәуле келді офисқа, Қытайдың затын жаратпай. Тыңдатып оған Гүлзатты, тіркеді артқа қаратпай. Қоймады Сәуле шақырып, ол да Нәзгүл әпкесін. Нәзгүл ханым майысы, сетевикті әкелсін. Сыйлағаннан Нәзгүлді қарсылықты білдірмей, келді Ләйлә ханымда Нәзгүлді ұзақ күткізбей. Жалғыз жүрмей Ләйләда шақырды Нұргүл ханымды. Келіп бізге олар да сұрақтарды жаудырды. Товарды да сұрайды, маркетингті сұрайды. Ойдан басы қатқан соң алтынды олар шақырды. Келді алтын ханымда, тыңдайыншы деп Гүлзатты. Маркетингті қабылдап, ұнатты ол да заттарды. Сөйтіп шеуі кірісті, Infinitusқа қызығып. Нұргүл Жанарды шақырды, маркетингті жүргізіп. Жанар ханым. Ақжолтайға алтыннан келді қоңырау бір күні. Келеді деп дәрігер, жақсылап тұрып күт оны. Ашып біздің есікті, кірді Мира ханымыз. Күтіп алдық құшақтап, бұрыннан оны танимыз. Сол арада келеді Ләйләға аппақ қыздары. Ақтоты, Айша,
Ақмарал, бәрін онда жазады. Мирали соқты қоңырау, бір күні Гүлназ спонсорға. Ануарбек деген мырзаны мақтаумен бастап ол сонда. Ертесі келді Ануарбек мырзамыз бізге күлімдеп, қарады, көрді, тыңдады, қоштасты бізбен келем деп. Оралды ол ертесі, Алмагүлді жетектеп. Алмагүлді жетектеп. Түсінбей қалдық сол кезде спонсорым осы болады деп. Алмагүл келді, қарады, бітпеді оның сұрағы. Орысша сөйлеп бастады, Ақжолтай одан қалмады. Түсіре бастап соткаға, жан-жаққа кетті реклама. Қоймады бәрін таратып, күнде бір адам қаратып. Кетті офис бұрқырап, адам толып жапқырап. Әлия ханым қосылды командаға, ақылдап. Сол арада Ақжолтай жатпады, тыныш отыр. Адам ұстап даладан командаға шақырып, Гүлмарал апай ұсталды, лифтіден кетіп барғанда, офисқа кіріп қарады, ұнады оның оғанда. Гүлмарал апай. Соңында апай кірісті, саудасын жасап жан-жаққа. Салиха апай кездесті, мықты болып оның бағына. Салиха апай. Ал Әлия ханымыз үлкен жұмыс атқарып, жинап үлкен команда, жалғыз өзі басқарды. Руфина сұлу бикешті шақырды ол бірінші, қоймай сұлу ханымыз болды товар алушы. Жылдамдық қосып Алмагүл шақырады талай адам. Гүлмира мен Шынарды, Қанатбек те қалмады. Осалдықты көрсетпей Гүлмира кетті бұрқырап, қосып алды көп елді, қойдық оны біз мақтап. Айтсақ егер тізімдеп келді бірден жиналып. Ботагөз, Гүлжан, Мария, Ақжарқын, Сара, Әлия, қосылды және Айсұлу, Галина, Барлыбайына. Ануарбекке қолдау болып келді біраз адамдар. Арамызда бар олар, тізіп айтсам қараңдар. Атия апай, Нұр қымбат, Несвел мен Зина, Тамарахан, Анар, Нұрзипа, Ғалия мен Уариға. Бір-бірімен жарысы барлығы жұмыс жасады. Батима деген ханымды Ақжолтай бірге шақырды. Келместен ол кірісті жұмысына адалмен, таныстырды бір күні Күнсұлу деген ханыммен. Күнсұлу ханым қонақ жай, үйіне бірден шақырды. Дастархан жайып, шай беріп, семинар жасап жарысты. Жинап алды ол бірден әжептеуір команда. Эльмира, Оля, Жазира кетті бүгін оларда. Батима ханым қоймады шақырып және қыздарды. Салтанат келді артынан. Ол да команда жинады. Мархаба, Арда, Сәулешті, Тастанатты, Айгүлді барына билет алдырып, қонаққа бүгін шақыртты. Жаңадан келген қыздар бар Батиманың артына. Асия деген ханымдар, жақын досы Қабира. Кетіп еді Ақжолтай Египетке демалып, қуанты оны Жадыра командасын дайын қып. Жадыра ханым жасақты жұмыс жақсылап, пиларын жинақтап, Алмагүл, Жадыра, жаңылша қойыпты бәрін пысықтап. Нәзгүлі бар жанардың, әрдайым қолдау беретін. Келіме бүгін Гүлфарус шақырғанда жететін. Қарлығаш сатқан билеттен қарасам бүгін тізімдеп, келіпті және қонақтар айтайын бәрін біртіндеп. Екі Сара келіпті, қос егіздей біз жаққа. Екі Сәуле келіпті, біреуі Сел ханымнан. Гаухар деген ат көрдім, Гүлжамал да бар екен, Меруерт пен Ботагөз компанияға іліккен. Гүләл, Марал, Айсұлу, Гүлнар, Зергүл, Өміргүл танымасақ та қыздарды қол сығайық бәрібір.
Алтын ханым шақырған ботагөзі келіпті. Оған құрмет көрсетсек, орыннан тұрып көрінші. Айтылмай қалса біреуің ренжіткім сізді келмеді. Орнымнан ұялмай тұрсаңыз, баршасы сізді көреді. Айтына қандырадым қыса ол. Осындай міне команда жиналды өткен бір жылда. Келгенін ғана айтты мен, айтылмай қалған қаншама. Дамытайық, қолдайық, компанияның атын біз бір семья болып, қалайық ақ ниеттен бәріміз. Рахмет. Ет суық қолдық өзсіздің. Рахмет, бір қожымет әзіл ғой. Әдем өлеңізге. Ал енді, сіздерден рұқсат болса, ортаға ет дайын дейді.